Ал видео басылмай тұрып менің телеграм каналыма тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Бұнда ютубта шығатын жаңа видео туралы ақпараттар болатын болады. Ссылка төменде. Тіркеліп кетіңдер. 2013-2014 жылдар. Ол кезде телефон жоқ кездеді. Тек талы, не тауып алсың сонымен ойна. Бірақ арасында үлкендердің телефон немесе үйде тұрған ескі компьютерді алып қалатында кездер болады. Тіпті ол кезде жоқ болғандықтан ескі ойындарды ойнайсың. Ал тіпті ойындар да болмаса, әрине ютубқа кіресің. Ал көбіміз ютубқа тек бір видеоны көруге кіретінбіз. Қазақша приколдар. Ой, әрдайым күлдіретін еді ғой. Қазақша Спанч Боб, район 13 қазақша прикол, Трое комедия, қазақша прикол мультфильм, Токсикоман қазақша прикол Спанч Боб, және де ең мықтылары Спанч Боб, қазақша прикол, және де қазақша прикол Шрек. Заебал, заткнись нахуй! Кешірші. Тек мағынасы жоқ, тек бәріміз білетін кейіпкерлер, олардан басқа өте күлкілі сөйлеп бір-бірімен боқтасады. Ай, еп твой майттың балдары. Онда прикол видеоларды бұрынғы кездердің әзіл ретінде сол кездің жас балдары жасаған етін. Бірақ олардың әзіл ретінде жасаған прикол видеолар сонша матықты болады деп олар ойламаған ау. Әйтеуір кішкентай кезде қызық қылдыңыздар. Рахмет сіздерге. И давайте осы видеода біраз приколдар туралы айтып кетейік. Ал сендер каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Отсыңдар ғой, кайфпен көріп. Қазақша Спанч Боб другая версия. 2012 жылы ютубқа шыққан прикол. Аударшы мультке 2004 жылы шыққан Губка Боб квадратный штаны фильмін алған. Сюжет бойынша бір качок балық барлығын жинап, онымен қоса Спанч Боб пен Патрикті жинап, бір музыканы қосып, осы музыканың сөзін білетіндерді, Осы өлең сөздерін білетіндер қатын сияқты сізгем. Рема, сен сөзі жақсы білесің ғой, бля, көдің дайында, сука. Ох, блядь, еще не фильм! Қара көзім мені. Сен мен нахуй? Сен бе осы өлең білетіндер на? Жоқ, тек қана мақтаусың осынтындай. Қара көзіме. Диджей, Николаның даусы шығарын нахуй. Ой, еще не фильм, какой-то насыге, блядь. Долбоёб ты, сука, сын ебаный, блядь. Пусика ты көбірек тыңдат чешен сығын. Ама секси мама, Юрема, давай. Айтсай сөздерді білесің ғына. Николай сайтте қадарыпты тыңдаймын. Жиінет. Сен сыйламаймын, екеуіңді қаз көтерінде майлап сігемін наху. Ама секси мама, Соңында оларды біреу құтқарып қалады. Бірақ прикол бітіп қалады. Өкінішті кім екенін біле алмай қалдық. Қазақша прикол мультфильм. 2017 жыл ютубқа шыққан прикол. Аударшы мультке Kid Stupid кешінің бір сәт алынған болатын. Сюжет бойынша екі қыз суретке түсіп жатады да, бір момент олардың жанына бір ит келеді. И басталды. Сәлем қыздар, не істеп тұрсыңдар? Фотоға түсіп отырмыз, потом аватарка қоямыз, типа біз красавица, бәрі бізге қызғанады. Шынымды айтсам, мен сендерге қызғанбаймын. Өйткені 5 минут бұрын мен ана жерге тышып кеткем. Фу, боқ қой мынау. Жоқ, блядь, сникерс. Сникерс па, ішінде типа орехы бар. Сникерс, қалтана сала сал, үйге барғанда жейсің. Не айтайын дедің? Камералар нескі ғой, менікіме түсірсіңдерші. Айфонның жаңа моделі ма? Жаңа моделі. Біреу кассектасы, соны фотоға түсірем. Давай мені фотоға түсір. Молодец, енді жақын түсірсің жақсы болады. Ойбай, да ты фотограф. Енді тоқтағанша түсіре берші. Қалайын? Ай, жарайсың, молодец. Бұл жерде не болып жатыр, Аға, мен іштені білмеймін, қаншық тапаншаны алды да өз подружкасын атсады. Мен итпін ғой. Қаруды тастаңыз, біз соттаймыз. Сол керек сен қаншық. Забастаған бұл бала, ona салайық басамыз. Айтпақшы, осы приколды мен өзімнің каналыма өз стилімде жасаған болатынмын. Егер көргілерің келсе көріп кетіңдер, ссылка мына төбеде. Соңғы прикол ретінде легендарныйын алайық. Спанч Боб қазақша прикол көріңдер. Окей, көрдік. Дәл сол 2004 жылы шыққан Спанч Бобтың фильмі. Ал ютубқа 2017 жылы салынған екен. Сюжет бойынша басты кейіпкерлер әлгі екі далбайып өзінің крабс мобилімен келе жатып, АЗС-қа тоқтап, екі балықпен ерегісіп қалады. Камырға айналышсың бәлі! Құтағыма күлесіңдер ме? Долбоёб жан, ты чё не знаешь нахуй? Камбургер айналыш құтақ басы. Зат нахуй!
Қыз көтіңді, вы чё нахуй? Вообще да нахуй охуели? Я же нахуй Спанч Боб, сука, нахуй. Вообще мозги не еби, ебаный, сука. Нахуй, чё надо? Да ну нахуй, ты чё, Спанч Боб? Братан, извини. Не обессудь, бля, куремся. Давай, куремся. Я Спанч Боб. Если Спанч Бобсың ба не? Сен мочалкасың ғой. Мочалка! Қотақ бастырына, коляскамен сен қай жетейін жатсыңдар қа, сізді алда не качок ұстап алады? Мен оңқа сігем. Соң өтет бар ғой, майона качок. Әрдайым көрге берген келеді. Ал қалған приколдарды екінші бөлімге қалдырайық. Егер осы видео жақсы қаралып жинаса, неге жалғастырмасқа? Ал осымен мен де аяқтаймын. Сізбен болған мен Олжас Тоғыбай достар, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.